Қайырлы күн достар. Бүгін бізде өте ауқымды тақырып, яғни бронхиальный астма немесе бронх демікпесі. Сол тақырыптың өте қысқа түрінде және сіздерге түсінікті ретінде түсіруге тырысамын, схема түрінде. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма міндетті түрде жазылыңыз және лайк басып, өз комментарийларыңызды қалдырыңыздар. Мен үшін ол өте маңызды. Естеріңізде болар, достар, иммунитет туралы түсірген видеомда сіздерге иммунды жүйенің қалай іске қосылатыны туралы түсіндіріп кеткен болатынмын. Енді бронхиальный астма дегеніміз не? Ол яғни инфекцияның немесе аллергеннің организмге түскендіктен пайда болатын иммунды жауап. Яғни бұл үрдіс өкпеде, яғни бронх жолдарының ішінде болады. Егер де қайта естеріңізге түсіремін десеңіздер, мен описание бөлімінде видеоның ссылкасын қалдырып кетемін. Міндетті түрде көріңіздер. Сіздер жиі байқаған боларсыздар, бронх демікпесі бар адамдарда көбінесе өкпенің қысып ауруы, ауа жетіспеушілік, қақырықтың көптеп бөлінуі және де жалпы жүру кезінде ентігу, жалпы адамда дискомфорт пайда болады. Ол не себепті пайда болады, сіздерге түсіндіре кетейін. Яғни сіздерге аллерген немесе инфекция бурын қуысы арқылы өтіп, бронх ағаштарынан өтіп, өкпеге әсер етеді. Ал бронхиальный астма кезімізде осы аллерген именно бронхтардың қабырғасына әсер ету арқылы бізде осындай қиын симптомдарды туғызады. Біздің организмге түскен аллергендерді, инфекцияны бізде макрофагтар, яғни бұлар иммунды жүйенің құраушысы, агенттері, макрофагтар, бета-лимфоциттер, меш шашалары құрайтыны сіздердің естеріңізде болар. Макрофагтар ол антиген немесе вирустармен байланыса отырып, макрофаг өзіне осы антигендердің бәрін жұтады да майда амин қышқылдарына ыдыратады. Өйткені ол бізде Т лимфоцитпен байланыстыру қажет. Бұл Т лимфоцит бізде маңызды жүйе болып табылады. Ол Т лимфоцит өз рецептор арқылы байланысады екеуі, сөйтеді осы организмге түскен вирус немесе антиген туралы ақпараттың барлығын Т лимфоцитке береді. Т лимфоцит ол қандай вирус, ол қандай антиген, ол қандай организмде үрдіс туғызуы мүмкін бәрін есептеп отырып, яғни Т лимфоцит сол антиген туралы ақпараттарды өзіне бойына сіңіріп, өзінен кейін интерлейкин, яғни цитокиндері түзеді. Бұлардың маңызы неден? Интерлейкин Т0 типті лимфоциттерді түзеді. Ол лимфоциттер бізде интерлейкин 3 және интерлейкин Т2 цитокиндерін түзеді. Бұлар өз кезегінде Т лимфоцит 2 типті түзеді. Т2 типті лимфоцитті бета-клеткаларға әсер етеді, яғни түзеді. Бұлар бета-клеткалар иммуноглобулин Е-ні түзеді және антидене түзеді. Антидене, яғни өздеріңіз білетіндей, егер де иммуноглобулин Е қанның құрамында болатын болса, ол біздің организмде аллергиялық үрдіс жүріп жатыр деген мағынаны білдіреді. Сол себепті біздің бета-клеткаларымыз Т-күйінде таныстырып болғаннан кейін антиген туралы ол иммуноглобулин бөлді. Иммуноглобулин бөлгеннен кейін оның басқа қалған бета-лимфоциттер антидене түзуге қатысады. Яғни антидененің бұл жердегі басты мақсаты келесі кезекте қайталана түскен антиген немесе инфекциялардың танып, соларды ерте танып, соларға иммунды жауап қайтару. Бұл антиденелер қанның құрамында болуы мүмкін, немесе мысалға меш шашаларының, қан түйіршіктерінің бетінде майда молекула түрінде орналасады. Және де осы антиген түскен кезде олар бірдей тани қойып, біздің иммунды жүйемізге тез әсер ету, тез жауап қайтаруға тырысады. Яғни бізде иммуноглобулин түзіліп болғаннан кейін бізде интерлейкин 3 цитокиннің арқасында меш жасушасы активтелінеді. Меш жасушасында ол да бізді иммунды жауап қайтаруға қатысады. Меш жасушасының ішінде фосфолипаза ферменттің белсенуі арқылы ол фосфолипаза А2 ферментінің арқасында архидон қышқылына айналады. Ал архидон қышқылы өз кезегінде гликотриендерді бөледі. Гликотриендер тура сол секілді цитокиндерді бөледі. Фосфолипаза бізде цитокиндерді және тромб белсендіргіш ферменттерді
өзінен бөліп шығарады. Олардың қызметін мен алда түсіндіре кететін боламын. Цитокиндер және трон белсендіргіш ферменттер өзінің жасушадан релизинг, яғни шығу арқылы бронх қабырғасына қалай әсер етеді? Олар бізде цитокиндер бронхтың тегіс таралу бұлшықетіне әсер ете отырып бронхоспазм, яғни бронхтың қысылуын, жиырылуын шақырады. Ал бізде трон белсендіргіш ферменттер олар бізде қабыну үрдісін шақырады, яғни инфильтрация, яғни қақырықтың көптеп бөлінуін, воспаление шақырады, қабыну шақырады. Қабыну дегеніміз, яғни бронх өткізгіштігін күшейтеді деген сөз. Яғни ішінде бізде инфильтраттар пайда болады. Сол себепті бізде бронхтың өткізгіштігінің көлемі азаятын болады. Осы белсенді заттармен қатар бізде меш жасушаларының ішінен гистамин медиаторы бөлініп шығады. Ол да аллергиялық үрдістің түзуіне өте маңызды рөл атқарады. Оның пайда болу себебі бізде антииммуноглобулин осы меш жасушасының қабырғасына келіп қонады. Яғни ол қону бізде интерлейкен 4-тің арқасында жүзеге асады. Олар өз рецепторларымен байланыса отырып клетканың ішіне кіреді де, ол кальций 2 ионын клетканың ішіне өзімен қоса алып кіреді. Сол себепті ол визикулада орналасқан гистаминдерді, гранулаларды сыртқа шығарады. Гистаминдер тура осылай аллергиялық үрдісті шақыруға көмектеседі. Бұл үрдістің бәрі неге болып жатыр деп ойлайсыздар ғой? Себебі ол біздің организм өзіне сырттан келген антигендерді, вирустарды шығарып тастау мақсатында осы бүкіл комплекс іске қосылып, біздің бронхтардың көлемін күшейтіп және оның ішінде қабыну үрдістерін тудырып, қақырық арқылы өзінің организмінен шығарып тастамақшы болып жатыр. Осы үрдістердің бәрі іске қосылғаннан кейін біздегі бағанағы бронхиальный астма кезіндегі симптомдардың бәрі шығып тұр. Ол қандай симптом? Яғни бронхтардың қысылу арқылы, спазм арқылы бізде тыныс жетіспеушілігі байқалуда. Ал қабыну үрдісінен бізде қақырықтардың көптеп бөлінуі, яғни өкпедегі тыныстың жетіспеушілігі, ентігу пайда болып тұр. Достар, осы симптомдардың бәрін алдын алу үшін немесе симптомдарын жою үшін, науқастың жағдайын немесе адамның жағдайын жақсарту үшін біз не істейміз? Әрине, біз дәрі препараттарды тағайындаймыз. Ол дәрі препараттар қандай болу қажет, ол қандай қасиетке ие болу керек, ол қай звеноға немесе қай жүйеге әсер ету керек екенін мен сіздерге ары қарай жалғастырып айтайын. Бұл видеода түсіндірілген жалпы препараттар, олар сіздердің бронхиальный астма туралы және оның қалай емдеу туралы жалпы түсінік. Бұл препараттармен жеке өздеріңіз емдеу үрдісін бастап кетпеңіздер. Тек қана дәрігердің бақылауынан өткеннен кейін ғана ем қабылдаңыздар. Достар, біз бірнеше препаратты көрсетіп айтсақ болады, бронхтардың өткізгіштігін жақсартатын. Яғни оларды біз медициналық термин сөзбен айтқан кезде бронхолитиктер деп айтамыз. Яғни осы бронхолитикалық әсер көрсете алатын препараттар. Олар бізде бета-адреномиметиктер, М-холиноблокаторлар, фосфодиэстеразаның ингибиторлары, глюкокортикостероидтар. Яғни осы бастап отырған 4 препарат бізде негізгі емді құрайтын препараттар. Ал кейінгі антигистаминді, антидекатриенді, кромрицин қышқылы, недокромил, кетатифен препараттары ол бізде тек қана осы бронхоспазмның алдын алу үшін профилактикалық түрде қолданатын препараттар болып табылады. Яғни бұл препараттар қалай әсер етеді? Бірінші кезекте бізде бета-2 адреномиметиктер. Естеріңізде болар, бізде адреномиметиктердің қанша топқа бөлетініміз ескерсеңіздер. Яғни бізде бета-адреномиметиктердің 4 рецепторлары бар екенін білеміз. Яғни ол альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2 адренорецепторлар. Достар, бізге адреномиметика препараттарды қолданатын болсақ, мысалға изодрин болсын, морфин, эфедрин болсын, олар бізде альфа-1, альфа-2 және бета-1, бета-2 препараттар рецепторлардың бәріне әсер етеді. Бірақ та оның жанама әсері көп.
Себебі бізде альфа-1, бета-1, альфа-2 рецепторлары басқа да қан тамырларда болсын, бұлшықеттерде болсын, жүректің бұлшықеттерінде, жатырдың бұлшықеттерінде, асқазан бұлшықеттерінде, яғни орналасу локализациясы өте ауқымды. Сол себепті біз тек қана бета-2 селективті әсер ететін препараттарды қолданамыз. Яғни бізде бронх қабырғасында бізде бета-2 рецепторы орналасқан. Сол себепті біз тек қана осы бета-2 адренорецепторға әсер ететін препараттарды қолданамыз. Яғни біз бета-2 адренорецепторларды блоктай отырып, біз гистаминнің немесе цитокиндердің осы бронх қабырғасына әсер етуін шектейміз. Яғни біз бета-2 адреномимесияды қолдану арқылы біз бронхоспазмды тоқтатамыз. Бета-2 адреномиметиктермен емдеу өте пайдалы, бірақ та оның ұзақ уақыт қолданғаннан кейін бұған резистенттілік пайда болып, біздің бронхтың бұлшықеттері бронхомиместерге жауап бермей қалуы мүмкін. Сол себепті біз глюкокортикоидтармен бірге қосылып тағайындалған жөн. Келесі топ бізде М-холиноблокаторлар. М-холиноблокаторлар дегеніміз не? Яғни бронхта орналасқан М3 холинорецепторларды түйуші препараттар. Яғни естеріңізге түсіре кетсек, бізде М1, М2, М3, М4, М5 рецепторлары бар. Бірақ та осы именно бронхта орналасқан бізде М3 холинорецепторлар. Осыларды блок қою арқылы, яғни осылардың өткізгіштігін тежеу арқылы спазм болып тұрған бронхты босаңсытамыз, және де бізде қабыну үрдісін шектейміз. Егер де біз фосфодиэстераза препаратына келетін болсақ, фосфодиэстераза ингибиторлары бұл да дәл алдыңғы топтағы препараттар секілді бронхоспазмды басуға арналған. Және де бұларды фосфодиэстераза немесе ксантиндер деп те атайды. Бұл фосфодиэстераза ингибитор препараттары көбіне бронхиальный астманың ауыр және жиі орташа ауырлықтағы түрінде жиі қолданылады. Фосфодиэстераза ингибиторының ферменттері бізде эфилин, теофилин препараттар жатады. Бұлар көбіне тамыр ішінде қолданылады. Келесі бір маңызды бір топтың бірі ол бізде глюкокортикостероидтар. Олар бізде гормональды препараттар. Яғни бұлар біздің организмімізде өте мықты әсер еткенмен, оның да дәл солай әсер еткен секілді соншалықты жанама әсерлері бар. Мәселен, бізде глюкокортикостероидтар біздің макрофагтардың белсенділігін төмендетеді. Яғни ол дегеніміз макрофагтар антиген түскен жағдайда антигенді қабылдамайды. Одан кейін олар бізде интерлейкин 3-тің пайда болуын төмендетеді. Яғни бізде не пайда болмайды? Меш шашуас пайда болмайды. Меш шашуас пайда болмаса, бізде қабыну үрдісі болмайды, дұрыс қой. Қабыну үрдісі болмаса, бізде бронхоспазм болмайды. Глюкокортикоидтардың тағы да бір ерекшелігі, олар осы мембрана тұрақтандырғыш эффект көрсетеді. Ол дегеніміз бізде осы қабыну медиаторлары, яғни гистаминнің шығуын шектейді, цитокиндердің шығуын шектейді, және тромб белсендіргіш ферменттердің шығуын шектейді де қабыну үрдісін спазмды тоқтатады. Айта берсек, олардың әсер ету механизмдері өте көп, сіздерге қысқаша тоқталып кеттім. Енді келесі бір тобы бізде антигистамин, антиликотриен тобына жататын препараттар. Өздері айтып тұрғандай анти қарсы деген мағынаны білдіреді. Антигистамин дегеніміз, яғни ол гистаминнің везикуладан шығуын шектейді, және де кальцийдің клетка ішіне енуін шектейді. Келесі бір топ бізде антиликотриенді препараттар. Ликотриендер бізде цитокиндерді бөліп қабыну үрдісін шақыратын еді. Сол себепті біз ликотриендердің түзілуін шектейміз. Шектеген уақытта бізде қабыну үрдісі арғай дамымай қалады. Дәл сол эффектте бізде промецил қышқылы және метокармил препараттары да дәл солай әсер етеді. Яғни ол мембрана тұрақтандырғыш және де сол жерден шығатын қабыну медиаторларын шектейді. Екі препарат бізде тамыр ішіне енгізілетін болса, бізде кетатифен таблетка түрінде беріледі, және ол кетатифен бізде ұйқышылдық шақыратын болғандықтан біз оны көбіне түнгі уақыттарда түнгі жөтелдің санын азайту үшін қолданыламыз. Достар, егер де біз препараттарға аз ғана шолу жасасақ, бета-2 аденомиместерге біз екі топты бөліп қарастырамыз. Яғни қысқа әсер ететін және ұзақ әсер ететін препараттар. Қысқа әсер көрсететін препараттарға бізде сальбутамол
немесе фенадерол, бұларды басқаша венталин немесе беротек деп атайды қазіргі таңда. Және де олардың әсері уақыты ингаляциялық түрде қолданғаннан кейін 1-5 минуттың ішінде уже эффект көрсете бастайды. Әсер ету ұзақтығы бізде 4-6 сағатты көрсетеді. Достар, келесі препараттар тобы, олар бізде ұзақ әсер ететін препараттар форматерол мен салматерол. Олар бізде әсер ету уақыты 30 минуттың ішінде әсер көрсетеді. Әсер ұзақтығы 12 сағатты құрайды. Ал бұлардың ұзақ әсер етуі, қысқа әсер етуі неге дейсіз ғой? Яғни олардың форматерол мен фенотерол гидрофилді болғандықтан, гидрофилді, ал форматерол мен салматерол липофилді. Сөзіне қарай, яғни ол гидрофилді біз суда тез еритін, липофилді майда тез еритін болып табылады. Екінші препарат ол бізде М-холин блокаторлар. Яғни олар бізде қысқа әсер көрсететін ипотропий пирамида, ұзақ әсер көрсететін тиотропий пирамида. Достар, ұмытпаңыздар, бұл препараттардың көбісі ингаляциялық түрінде қолданылады. Қысқа әсер ететін уақыты 4-8 сағат, ал ұзақ әсер ететін препараттар 48 сағатқа дейін әсер етеді. Ал бұл препараттардың ұзақтығы неге байланысты? Қараңыздар. Яғни достар, естеріңізде болар, бізде алдыңызда синапс тұр. Бізде пресинапстық нейрон және постсинапстық нейрон. Яғни М-холин блокаторлар бізде М-холин рецепторға әсер етеді. Бізде М2-холин рецептор пресинапсыда орналасқан және постсинапсыда орналасқан. Сол себепті ипотропий пирамида бізде оның әсер ету механизмі тек қана М3-тің ғана рецепторын блок жасамай, ол М2 рецепторға да әсер етеді. Яғни бұлардың қызметін шектейді деген сөз. М2 бізде физиологиялық түрде ацетилхолиннің бөлінуін тежейтін үрдіске жауап беретін еді. Бірақ та біз ипотропий пирамида бұл үрдісті шектегендіктен ацетилхолин көптеп саңылауға шығып кетеді. Себебі оны шектейтін М2-холин блокатордың қызметіне блок қойып отыр ипотропий пирамида. Яғни осы саңылаудың ішінде қалған ацетилхолин М3 рецепторымен тікелей антагонист болады, яғни бір рецепторға таласады. Сол себепті ацетилхолин ипотропий пирамиданың рецепторлардан шығарып тастайды. Келесі топ бізде ксантиндер немесе фосфодиэстеразалар, ол бізде эуфилин, теофилин. Теофилин бізде көбінесе таблетка түрінде шығарылады, ал эуфилин бізде ингаляция түрінде бар, және де бұлшықеттің ішіне, тамыр ішіне де қолдана береді. Бұлардың басты әсер ету механизм, яғни бронхтардың бұлшықетіне әсер етуі. Екінші бір топ бізде ол глюкокортикостероидтар. Олар көбіне бізде ингаляциялық түрде болғандықтан жанама әсері аздау болып келеді. Олар көбінесе бета-2 аденомерстермен қосыла отырып жақсы эффект көрсетеді. Яғни фостер деген ингаляциялық препарат бізде бекламетазон, форматерол екеуі комбинация түрінде қолданылған препарат болып табылады. Симбикорд, серетит, бұл препараттар қазіргі таңда белсенді түрде бронхиальды астма емінде жиі қолданылатын препараттар. Достар, егер де сіздердің түсінбей қалған сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде оқып сіздерге жауап қайтарамын. Бұл ақпарат өте қысқа түсіндірілген, өздеріңіз толықтырып кітаптардан немесе интернет желісінен тауып оқысаңыздар болады.